және мен сіздерге бүгін Будапешт қаласы жөнінде бірнеше қызықты деректерді айтатын боламын. Будапешт қаласы жөнінде айтатын болсақ, бұл әлемдегі термальды суларға бай бірден-бір астана болып есептеледі. Барлық жерден осы суларға түсіп, емделу үшін халық келеді. Жалпы тек қана Будапештте емес, Мажарстанның басқа аймақтарында да осы термальды сулар көзі өте көп. Түрлі джакузилар, ванналар, бассейндер, инфрақызыл дейді. Яғни пайдалы сулардың көзі. Будапешт қаласы туралы тағы бір дерек. Жалпы қалада биік ғимараттар жоқ десек болады. Енді әрине бар, бірақ олар бізбен салыстырғанда, немесе әлемнің басқа қалаларымен салыстырғанда онша биік емес. Мәселен, парламент ғимараты және киелі базилика ғимараты өте биік ғимараттардың қатарына жатады. Бірақ бар болғаны 96 метр екеуі де. Будапешт туралы сіздерге видео түсіремін деп, өзім де қаланы жаңа қырынан танып жатырмын. Мен қазір Дунай өзенінің жағасында отырмын. Бұлай қарай ағып Дунай кетеді. Бір скутерін тастап кетті. Анау тұрған Геллерт Хеттит, енді бұларша биік таулардың бірі. Осы маған Мажарстанда ең қатты ұнайтын нәрселердің бірі Будапештте жүгірушілер, немесе спортпен айналысушылар, велосипедпен жүрушілер, скутер, енді түр-түрі өте көп. Қазір мына жаққа көтерілеміз. Қазір Будапешт тыныш, коронавирустан аман, вакцинация халықтың жартысынан көбі алды. Көптеген туристер келуде, қайтадан маска киюдің қажеті мүлдем жоқ. Бірақ сақтансаң сақтармын дейді, кейде өзім киіп аламын. Сонымен қатар Будапешт туралы айтатын тағы да бір дерек. Будапештте жалпы Еуропа мемлекеттеріндегі ең көне метро, ең алғашқы метро осы жерде ашылған. Қазір М1 деп таңбалап қойған. Будапештте жалпы 4 метро линиясы жұмыс істейді. Автоматтандырылған, ешқандай жүргізушінің қажеті жоқ метро линиясы да бар. 2 метро өте жаңа. Мынау бағанағы машинисtsіз жүретін метро. Енді Мажарстан туралы ақыр дей берейікші. Тағы бір дерек. Кубик Рубикті ойлап тапқан осы мажар ғалымы, есімі Рубик. Осымен Мажарстан әлемге әйгілі. Сонымен қатар, мен бұны жинаған өте жақсы көремін. Бір методтары бар екен, жолдары. Соны үйреніп алдым. Сонымен қатар, тағы бір нәрсе, витамин С-ны да ойлап тапқан осы мажар ғалымы. Ендеше, көптеген мажар ғалымдары Нобель сыйлығын алған. Достар, енді Будапешт туралы айтып жатқанда тағы бір дерек қосып кеткім келеді. Мен үшін бұл қауіпсіз қала болып есептеледі. Өйткені мен жүрген райондар бәлкім сондай шығар, бірақ артық сондай тиісу, ұрлау сияқты нәрселерді көрмеппін. Бірақ әрине бұларда әлеуметтік мәселе өте көп. Үйсіздер, күйсіздер, жұмыссыздар деген сыңайлы. Бірақ менің естуім бойынша бұл қауіпсіз қалалардың қатарында. Әрине, енді болады ғой, көп мемлекеттерде бар, бізде де бар үйсіздер, бірақ өзім ондай жағдайларды кездестірмеппін. Сол. Қазір мен өзімнің таңғы асымды ішіп, табиғаттың аясында отырып. Будапешт қаласы негізі 3 қаланың біріктірілуі арқылы жасалған. Пешт, Буда және Буда, ескі Буда деген осындай 3 қала бірге қосылған. Жалпы қала Еуропалық одақтағы көлем жағынан 9-ші орын алатын, ал осы Мажарстандағы
ең үлкен қала болып есептеледі. Осыдан кейін ақ Еуропаның қалалары қандай кішкентай екенін көзге елестетуге мүмкіндік бар. Жалпы қаланың тығыздығы, халық саны 2 миллионға жуық. Сонымен мен сіздерге Будапешт жөнінде бірнеше деректерді бүгін келтірдім. Қалғанын бәрін өздеріңіз келіп көріңіздер дегім келеді. Сондықтан барлығыңызды Мажарстанға, Будапештке шақырамын. Осы жақты бірге аралайық.